Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Айдана. Бүгін сіздерге сүзбенің пайдасы мен зияны жайында айтатын боламын. Қазақ халқының өзіне ғана тән және сирек әзірленетін тағамдарының бірі сүзбе. Сүзбе сүттен дайындалады. Кальций мол, керемет тағам. Сүзбе құрамындағы адам ағзасына жеңіл сіңетін ақуыз амин қышқылына толы. Сүзбеде жасұнық құрылымы мүлде жоқ, сондықтан ет, құс еті және балықтың көздері ақуызбен ерекшеленеді. Сүзбе жеңіл қабылданады және толығымен қорытылады. Аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдер кальций мен басқа да микроэлементтерге бай сүзбені жиі қолданғаны жөн. 5-7 айлық сәбиге де сүзбе беруге болады. Балалар үшін сүттен жасалған ұзақ уақыт қайнатылмаған майсыз сүзбе тиімді. Сүзбе ағзадағы ұлпаның өсуіне және қалыпқа келуіне жақсы әсер етеді. Сонымен қатар жүйке жүйесі мен қан айналым және жүрек қызметіне пайдалы. Сүзбе тек қана балалар үшін ғана емес, егде адамдарға да аса қажет. Сүзбе асқазандағы және ұлтабардағы жараны, созылмалы гастритті, өт қабындағы созылмалы ауруларды, панкреатитті, ішек ауруларын емдеуге көмектеседі. Сүзбе кез келген диета құрамына енеді. Түйіршікті сүзбе ұзақ сақталады. Көлемі жөнінде майлыдан да үлкен. Диеталық сүзбе қант диабетімен ауыратындарға, әлсіреген адамдарға, жарақат алып, күйік шалған, жүрегі ауыратын адамдарға аса қажет. Емдік құрамының әсерінен сүзбенің емдік қасиеті де мол. Сүзбе жүйке жүйесін нығайтып, сүйекті қалпына келтіретін қасиеттерімен де ерекше. Көріп отырған оқырмандарым, сіздерге пайдалы болып жатса, міндетті түрде лайк басып, тіркеліп алыңыздар. Сүзбені жиі тұтынасыздар ма? Төменге жаза кетіңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.